Қайырлы күн, құрметті әріптестер, басқа да көрермендер. Бүгін біз енді 490 бойынша вертикаль жоспарлау тоқталайық. Бұл жерде кестеде жалпы 7 сыныптан бастап 10 сынып аралығындағы жоспарлау қалай жүргізіледі, яғни бұл Назарбаев зияткерлік мектептеріне арналады. Өйткені біздегі оқу бағдарламасы біраз өзінің бір ерекшеліктері бар, өзгешеліктері де бар. Және де мында бізде қарап отыратын болса, бізде негізгі 490 бірнеше тараудан тұрады. Табиғи ресурстар, әлеуметтік экономикалық ресурстар, дүние шаруашылығы, ел тану деген сақылдай. Бізде енді бұның бір ерекшеліктері, енді бізде қарап отыратын болса, бұл жерде вертикаль жоспарлауда былтырғы жылдар бізде оқу мақсаттарының бірталай өзгерістер енгізілді. Кейбір оқу мақсаттары төменгі сыныпта, кейбір керісінше жоғары сыныпқа көтерілді. Сол сақылдай, енді соны қазір реттеп жеке-жеке таныстыра кетсем, мында бізде қарастыратын болсақ, бірінші табиғи ресурстарға тоқталатын болсақ, жалпы табиғи ресурстар 7 сыныптан бастап бізде 10 сыныпқа жалғасады. 10 сынып бізде білеміз, Қазақстан географиясы бойынша қарастырамыз. Мұнда енді қазір жеке-жеке өтіп көрсетейін. Қазір мен бірінші бізде 7 сынып бойынша табиғи ресурстар тарауында біз табиғи ресурстардың жіктелуі, яғни қандай түрлері бар, сонымен таныстырып өтсеміз. Екінші айтатын болсақ, бізде тақырыпта бізде қарайтын болса, таралу заңдылықтарын оқушылар білу керек. Яғни әр табиғи ресурстардың таралу заңдылықтары қай жерде қандай ресурстар, соның ішінде минералды ресурстарға жеке тоқталып өту керек, және оларды және картадан анықтай алу керек. Келесі 8 сыныпта біз сол табиғи ресурстарды не істейміз, оларға баға береміз. Экономикалық, экологиялық тұрғыдан, және олардың потенциалын анықтаймыз. Осыған байланысты табиғи ресурстарды өңдеу технологиясын қарастырамыз. Өңдеу технологиясына бұл жерде жәнегі бір айтатын болса, белгілі бір пайдалы қазбаны ала отырып, сол пайдалы қазбаны мысал ретінде оны өңдеуде қандай әдіс тәсілдер қолданылады, және ол әдіс тәсілдер қандай зауыттарда, қандай орталықтарда жүргізіледі, және одан алынатын дайын өнім түрлерімен танысу керек. Яғни бұл жерде 8 сыныпта айтатын болса, жалпы процестермен байланысты болып есептеледі екен. Енді 9 сыныпта айтатын болса, 9 сыныпта бізде берілген екі тақырып, бірінші табиғат пайдалану түрлері, яғни бұл жерде негізгі әдістер бойынша тоқталамыз, яғни тиімді, тиімсіз пайдалану деген сақылды. Оның және айтатын болса, салдары, себептері деген сақылды, шешу жолдары деген сақылды, соны қарастырамыз. Одан кейін табиғатты пайдалану түрлерінің тиімдігін арттыру деген бұл жерде біз жәнегі табиғат, яғни біз білеміз, қоры шектеулі, сол себепті жәнегі оның жәнегі тиімдігін арттыру мақсатында қандай әдіс тәсілдер қолданылады, басқа елдердің мысалында соны талдап қарастырамыз. Енді 10 сыныпта қарастырамыз. 10 сыныпта тақырып негізгі бұл тақырып 8 сыныпта тақырып ұқсас. Тек қана Қазақстан көлемде біз не істейміз, қарастырып, және Қазақстан табиғи ресурстарға әлеуетін бағалаймыз. Жалпы біздегі ресурстың қандай түрлері бар, қай орындамыз, және ресурспен қамтамасыз етілу көрсеткішін есептейміз. Одан кейін табиғи ресурстар өңдеу технологиясы сипатта бізде қандай технологиялар пайдаланылады. Сонымен қоса орталықтарды анықтаймыз, яғни бұл жерде көп жұмыстар картамен жүргізіледі, анықтау үшін. Одан ары қарай табиғатты пайдалану мәселелерін талдау деген бұл жерде жәнегі 9 сынып өткен және тиімді, тиімсіз пайдалану түрлерін Қазақстан мысалында талдап қарастырып шығамыз. Яғни біздегі 10 сынып айтатын болса, 8 мен 9 материалдан қоса отырып, тек Қазақстан көлемінде не істейміз, қарастырып шығамыз. Жақсы, енді ары қарай қарастыратын болса, келесі әлеуметтік экономикалық ресурстар тоқталатын болса, бұл жерде инфрақұрылым дейді. Инфрақұрылым салаларын жіктеу 7 сыныпта бізде қарастыратын болса, негізгі инфрақұрылым түрлерімен таныстырып кетеміз. Ол және көлік, экономикалық, әлеуметтік инфрақұрылым түрлерін талдаймыз. Одан кейін барып, біз 8 сыныпта және көлік, әлеуметтік, экономикалық инфрақұрылым түрлерін біраз толыққанды зерттей бастаймыз. Бұл жерде тек қана инфрақұрылым бұл үшеуімен шектелмейміз, оның басқа да түрлерін ашып қарастырамыз, және олар маңыздылығына баға береміз, соны қарастырамыз. Одан 9 сыныпта бізде қарастыратын болса, тұрақты даму ұғымын түсіндіру. Тұрақты даму ұғымында бұл жерде болса, оның жеке тарихымен таныстыру керек, қай кезде басталған, және оның концепциясы қалай жүргізілді. Соның ішінде және 17 тұрақты даму мақсаттарын қарастыру керек. Соның ішінде Қазақстанның тұрақты даму мақсатын қарастырса, ол да жақсы болады деп ойлаймын. Одан адам капиталының сапасын көрсеткіштері, бұл жерде айтатын болсақ, мұның құраушы бөліктері, және адам капиталы қалай есептелінеді, қалай анықталады, соның үшін адам даму индексін талдай кету керек елдер мысалында. Сол бойынша біз ақпаратты салып отырамыз, сабақтар бойынша көріп отырайық. Ары қарай мына жерде Қазақстан индустриялық даму, инновация даму бағыттарын қарастыру керек, және Қазақстанның аймақтарын инфрақұрылымын талдау дейді. Яғни бұл айтатын болса, Қазақстан көлемінде. Енді ары қарай дүние шаруашылық пен ел тану тақырыптар бойынша мен кейінірек алдыңғы сабақтарда енді көрсетейін. Бұл енді бастапқы және табиғи ресурстар мен әлеуметтік экономикалық
сабақта біз игеріп алайық, одан кейін барып ары қарай келесі бөлімдерге көшеміз. Қайырлы күн, құрметті оқушылар, әріптестер, басқа да көрермендер, Геоглобус каналына қош келдіңіздер. Енді біз 7 сынып бойынша 490 бастаймыз. Ол бойынша оқу материалының бірінші бізде тақырыбы ол 7 сыныптағы табиғи ресурстардың жіктелуі. Жалпы бүгінгі сабақ мақсаттарын тоқталатын болса, бірінші бізде қарастыратын ол табиғи ресурстарды біз жіктейміз, яғни тізімдерін танысамыз, қандай түрлері бар. Одан кейін барып олардың географиялық дерек көздерімен жұмыс жасаймыз. Енді жалпы сабақтың бастапқы бір ой қозғау сұрағы ретінде адамзат осы уақытқа дейін өмір сүріп келе жатқанның бас себебі жер ғаламшарында айтатын болсақ, адамзат әрине емес жоқ, оның ұрпақтары жалғасып келе жатқан себебі ол жәнегі табиғаттың арқасында деп айта аламыз. Табиғаттың арқасында адам өзі не істейді? Күнделікті өз өмірінде табиғи ресурстардың түрлерін пайдаланады. Яғни сол табиғи ресурстардың анықтамасына тоқталатын болсақ, ол адамзаттың күн көрісімен тіршілік етуіне қажетті заттар мен табиғатта кездесетін жаратылыс дүниелер болып табылады. Енді сұрақ: бір тәулікте адамға қажетті табиғи ресурстардың ата дейді. Бұл жерден оқушылар болатын болсаңдар не істеу керек? Қандай күнделікті біз табиғи ресурстар түрлерін пайдаланамыз, соны айта кету керек қысқаша өздеріңіздің қорытынды ретінде. Бұл жерден табиғи ресурстардың түрлерінің көптеген түрлері бар, содан бар, оны тізімін анықтаймыз. Енді сол жұмысты бір жеңілдету үшін біз не істейміз? Мына жерде төменде берілген кесте бойынша өзінің бір күн тәртібін жазып, мысалы, сол күн тәртібі бойынша қандай табиғи ресурстар таңертеңнен кешке дейін тұтынасың, немесе пайдаланасың. Мында қарайтын болсақ, мына кесте берілген, яғни күн тәртібі бойынша біз айтатын болсақ, 6:30-да егерде ұйқыдан тұратын болсақ, кезеңдер бойынша бөліп тастаған, ұйқыдан тұру, таңғы ас, мектепке бару, одан мектептегі жаңа кезеңдер жазуға болады. Соның қасына іс-әрекеттер жазамыз. Яғни ұйқыдан тұрған кезде біз жуынамыз, тіс тазалаймыз. Яғни сол жуыну, тіс тазалау үшін бізде қандай табиғи ресурстардың түрлері тұтынылады. Мысалы, тісті жуу үшін, жаңағы ұйқыдан ояну үшін біз не істейміз? Ең бірінші жаңағы үйдегі жарықты қосамыз. Жарықты қосқаннан кейін барып жаңағы жуынатын бөлмеге жаңағы біз суды пайдаланамыз. Сонымен қоса тіс пастасы деген сақылды. Сол тіс пастасымен бірге жаңағы тіс щеткасы да болады. Соның барлығы не істейді? Табиғи ресурстың бір құрамдас бөліктері табылады. Соның барлығын не істейміз? Жазып шығамыз. Одан кейін таңғы аста қандай тамақ ішеміз, тамақ түрлері болады. Сонда жаза кетеді қандай табиғи ресурс түрлеріне жатады екен. Жақсы. Келесі, енді осыған байланысты біз төменде берілген кестенің алдыңғы тапсырмада құрастырған ресурстар тізімі бойынша не істейміз? Толтыру керек. Мына жерде бізде табиғи ресурстар қалыптасуына қарай бірнеше топтарға бөлінеді. Ол бізде бір айтатын болса, минералды, климаттық, су ресурстар, және жер ресурстар, биологиялық ресурстар деп. Бұл немелерді толтыру қиын емес деп ойлаймын, өйткені өткен жәнегі берілген тапсырмадағы табиғи ресурстар қандай түрлерін жазыңдар, соны істеу керек. Осы сызбаға топтастырып жазып шығу керек. Қайсыған жатады екен. Келесі, енді оның жалпы немесімен таныса кетейік. Жалпы бізде табиғи ресурстар қалыптасуына қарай бірінші ол минералды ресурстар болып есептеледі. Минералды ресурстар дегеніміз ол бірінші бізде кенді болып есептеледі. Кенді, екіншісі кенсіз, үшіншісі жаңғыз болып есептеледі. Яғни кенді, кенсіз деген бұл металл және бейметалл деп химия пәнінен өткен шығарсыңдар. Ары қарай климаттық ресурстар болып бөлінеді. Климаттық ресурстарға бұлар температура, ылғалдылық, ауа массалар және күн, жел энергиялары жатады. Көбінесе жаңағы ауыл шаруашылық жүргізу үшін бастапқы екі фактор ең маңызды рөл атқарады: температура мен ылғалдылық. Ары қарай су ресурстарына тоқталатын болсақ, су ресурстары бізде құрлықтың ішіндегі сулар айтамыз. Ол беткі сулар мен жер асты суларын жатсамыз. Өзен, көл, жер асты сулары неге бұл су ресурстары себебі, яғни біз айтатын болса тіршілікте пайдаланатын, яғни тұщы сулардың қорлары болып есептеледі бұлар. Келесі, жер ресурстарын қарастыратын болсақ, бұл жерде топырақ, құнарлы, құнарсыз деп бөліп қарастырамыз. Одан ауыл шаруашылық жерлері, және жайылым жерлері болуы мүмкін, әртүрлі. Одан орман қорының жерлері, яғни ормандардың шоғырланған аймақтары болып есептеледі. Келесі, биология ресурстарға бұл жерде екі дүние келеді. Ол және фауна, флора деген сақылды өсімдік және жануарлар дүниесі ресурстары болып есептеледі. Енді келесі, осыған байланысты бізде қазбалы отынның қалыптасу деген бейнероликке сілтеме қалдырылады. Оны көріп шығамыз. Ол жерде жәнегі қазбалы отындар бойынша жәнегі түрлер беріледі. Енді шаруашылықты қолдануына қарай ресурстар бөлінеді. Шикізат деп ағаш, кен, тас, сазды айтамыз. Энергетикада мұнай, газ, көмір, күн, су, яғни бұлар бізде энергия өндіру үшін қолданылатын табиғи ресурстар түрлері. Ары қарай агроклиматта температура, жауын-шашын, құнарлы топырақ.
яғни ауыл шаруашылық жүргізу үшін қажетті ресурстың түрлері болып табылады. Рекреациялық дейді бұл адамның демалу үшін және көрікті жерлер, ормандар, жағажайлар болып есептеледі. Келесі енді тағы біздегі берілетін тапсырма, бұл жерде атласта Қазақстанның физикалық картасын қолдана отырып минералды ресурс түрлерін топтастырып кестені толтыр дейді. Яғни бұл жерде 7 сыныпта бізде Қазақстанның физикалық картасы бар. Сол жерде және айтатын болсақ, минералды ресурстан пайдалы қазбаның түрлері берілген. Соны не істейміз біз, және кенді, кенсіз, жанғыш деп бөліп қарастырып, бұны біз негізінде литосфера тарауында өткізгенбіз. Оны қарастырғанбыз, жалпы біз білеміз ғой, қандай түрлер бар, кендіге, рудалға, рудасызға және жанғыш немелерге қандай жатады. Үш мысалдан жазып шығамыз. Және де бұл Қазақстанның қай аймағында кездеседі, соны жазып шығамыз, батысында ма, шығысында ма, орталығында ма деген секілді. Келесі сұрақта тоқталатын болса, бұл жерде үйге электр көзі қай жерден келеді және қалай келеді деген сұрақ. Соған жауап берейік. Одан кейін электр энергияны өндіретін көздерді ата дейді. Соны тоқтала кететін болса, жалпы қандай түрлері бар, сол бойынша жалпы қысқаша танысып кетейік. Одан кейін барып келесі сайтта берілген ақпарат бойынша сұрақтар жауап берейік. Мұнда бізде қарайтын болсақ, бізде берілген жәнегі энергияны өндіретін орталықтар, бірінші ол бізде жылу электр станциясы, екінші атом электр станциялары берілген. Сол бойынша мұнда сұрақтар берілген. Электр станцияның жұмыс істеу принциптерін түсіндіру керек. Енді әрқайсысын жеке-жеке тоқталып кетеміз. Одан кейін қоршаған ортаға тигізетін әсеріне баға беру керек. Жылу және атом электр станциясы бойынша. Енді ары қарастыратын болсақ, келесі бізде бұл жерде бізде берілген жалпы тағы энергия көздерін өндіретін түрлері. Бұл жерде су, геотермалды және мұхит ағыстары бойынша есептеледі. Одан кейін толы сумен қайту энергиясы, күн энергиясы және де жел энергиясы. Бұлардың барлығы байланыстыратын неме бойынша есептеледі. Бұл баламалы энергия көздерінің маңыздылығын түсіндіру керек. Яғни бұлардың болашағы қандай деген. Келесі ресурс түрінен көрсететін болса, бұл жерден тағам түрлері берілген. Тағамдарды әзірлеу үшін жұмсалатын ресурстың түрлері. Яғни біз білеміз, кез келген бір тамақтану үшін ол тек бір ресурстан тұрмайды ғой. Яғни бірнеше айтатын болсақ, ресурстың түрлері жұмсалады. Келесі, ол ресурстар қайдан және қандай жолмен алынады. Соған жауап берейік. Енді ары қарай келесі қарастыратын болса, бұл жерде суретте берілген жеміс-жидектің толық өсіп өнуіне қажетті заттар дейді. Яғни бұлардың өсіп өнуіне агроклиматты ресурстар керек. Яғни көбінесе агроклиматты ресурстар, яғни айтатын болсақ, ауыл шаруашылығында жиі қолданылады. Яғни ол жылу, жарық, ылғалдылық, осы үш негізгі осы табылады. Осының арқасында және ауыл шаруашылық саласын дамытады. Яғни барлық жерде бірдей ауыл шаруашылық түрлері дами бермейді. Яғни ол климатына байланысты қалыптасып отырады. Енді келесі тапсырма бізде беріледі. Агроклимат ресурстардың негізгі компоненттері сипатта дейді. Бұл жер шарындағы жылудың тарауын түсіндіру. Яғни бізде температура қалай таралады. Оны біз өткенбіз атмосфера тарауында. Келесі ылғалдылық қалай қалыптасады. Ылғалдылық мөлшері жоғарғы және төмен климат белгілері ата дейді. Бұны және айтатын болсақ, ылғалдылықты анықтау үшін бізге және жауын-шашын мен булаңшылықтың көрсеткіштерін ескере отырып, біз не климат картадан немесе географиялық климат белгілер картасын анықтап қарастырамыз. Одан кейін Қазақстанның қай аймағында жарықтың мөлшері көп және аз, оның себептерін түсіндіреді. Яғни күннің түсу ұзақтығы бізде, яғни Қазақстанның қай аймағында сол түсіндіру көп пе, оның түсіндіру көп пе, қай жақта аз, соның себептерін түсіндіру керек. Келесі, енді бізде келесі табиғи ресурстарда, яғни соның ішіндегі минералды ресурстар, айтатын болсақ, пайдалы қазбалардың пайдалану ұзақтығы бойынша бөлінеді. Бізде олар сарқылатын және сарқылмайтын болып бөлінеді. Сарқылатын ресурстар бізде ол қалпына келмейтін және қалпына келетін болып екі бағытқа бөлінеді. Соның ішінде осыларға әрқайсысын істейміз, бос орындарға ресурстың түрлерін жазып шығамыз. Яғни қандай ресурстар, соны жазып жіктеп дәптерге орындаймыз. Келесі сайтта берілген суреттер бойынша бізде не істеуге тапсырма орындау керек. 20 және 30 жылда сарқылуы мүмкін ресурстарды анықтау керек. Соның ішінде тізімдегі ресурстар ішінен алдағы уақытта қоры мол ресурстар анықтау керек. Одан кейін табиғи ресурстар тиімді пайдалану жолдарын ұсыну дейді. Яғни ол мына берілген суреттегі ақпарат бойынша не істейміз, жәнегі берілген сұраққа жауап береміз. Ары қарай кеттік. Келесі енді тағы сұрақтар беріледі. Келесі сайтта берілген тізімнен баламалы энергия көздерін ата дейді. Қазақстанда қандай баламалы энергия көздері пайдаланылады соның тізімнің ішіндегі. Яғни мұнда қарайтын болса, және бізде айтып өткенімізде су электр станциясы болды бізде. Геотермалды жер асты суларынан жердің астында ыстық сулар пайдаланылады. Одан кейін мұхит ағыстары, толы сумен қайту энергиясы, күн энергиясы,
жел энергиясы, жылу электр станциясы, одан кейін атом электр станциялары. Осының ішінде қайсы баламалы энергия көздері болып есептеледі, және де олардан және айтқан Қазақстанда қайсы дамыған, бізде соны айта кетейік. Енді осы бойынша бізде келесі бейнеролик ол ормандардың қажеттілігі. Соны бейнеролик сілтемесі қалдырып кетемін, көріп шығамыз. Енді бүгінгі сабақ түсінікті болатын болса, каналға қолдау білдірейік, каналға жазылайық, канал бойынша ақпарат басқаларына таратайық. Назарларыңызға рахмет.